Саламатсыздармы? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге салат жасайтын боламын. Оған керекті заттарым: картопым. Мен барлығын суға пісіріп алдым. Міне бары түсіріп алғаным. Енді осыған соленый қияр, картоп, морковь, қызанақ, жұмыртқа, қызылша. Енді мен қиярымды турап алам. Осылай етіп қиярым бәрін уақтап, ұсақтап турап аламыз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Тұздалған қияр менің салып атқаным астына. Міне турап бәрін астына салып алдым. Енді осының үстіне майонез жағамыз. Картопты үккіштен өткізіп саламыз үстіне. Міне осылай үккіштен өтеді картошка. Өткізіп атқан картопым. Міне осылай өткізіп аламыз. Үстіне тағы майонез жағамыз. Майонезі көптеу болған жақсы. Енді сарымсағымды да теркіден өткіземін. Енді үккіштен тағы сәбіз өткіземіз. Барлық керек заттарымыздың бәрін осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізіміз өткізіп атқан. Тағы үстіне майонез саламыз. Үстісіне майонез салып отырамын. Мен ұсақтаған жуа салдым. Ұсақта жуа саламыз. Әркім өз қалауы, әртүрлі салуға болады. Мен жуа салдым. Енді қызылшамды үккіштен өткізіп жатырмын. Үккіштен өткізіп алдым. Үстіне сарымсақ салдым. Қалған жуамды да салып жібердім. Енді осының үстінен майонезді құямыз. Үстінен майонез құйып жағып, оны қасықтың көмегімен барлық жеріне жағып аламыз. Осылай етіп қасықтың көмегімен жағып алдым. Енді осының үстіне жұмыртқаны да үккіштен өткізіп саламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
Менің каналым ұнап жатса, бәріне достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Міне дайын болған салат. Ас болсын, рахмет баршаға. Менің каналымда күнде жақсы видеолар шығып тұрады.